Аяулы жар, асыл ана, ардақты келін, адал ұстазға дейін өрнектеліп өрбіп, шыңдалған, баянды да мәнді мағыналы ғұмыр үзілгенімен, игі тәлім тәрбиесі, ізгі өнегесі, рухани ізі үзілмейді. Ананың орнын бүкіл ғалам толтыра алмас. Жүректен сыздап шыққан сағыныш жаһанға шарқырып ұшып, жылы жүзін іздейді. Анамыз 1949 жылы 9 қарашада Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүниеге келген еді. Көп балалы отбасынан шыққан 9 баланың 4-шісі. Әкесі Дабыл ұлы Қасым 1910 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Киров совхозында дүниеге келген еді. Ташкент қаласындағы қаржы техникумын тәмамдаған. Еңбек жолында Жаңақорған аудандық банкінің басшысы, облыстық сауда қаржы дайындау мекемелерінде жетекші қызметтер атқарып, Қазақстан қаржы министрінің орынбасары деңгейіне дейін көтерілген. Ол білімді, парасатты, елге сыйлы, мінезі шайдарлы, айналасына шуақ шашқан азамат ретінде есте қалған. Анасы Ахмет қызы Фатима 1920 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Гиган колхозында дүниеге келген. Шиелі аудандық орталық ауруханасында аудармашы болып қызмет атқарған. Орыс және қазақ тілдерін жетік меңгерген. Күлтай Қасым қызының балалық шағы Жаңақорған мен Қызылорда қалаларында өтті. Отбасы 1961 жылы Қызылорда қаласының Тасбөген кентіне қоныс аударған. Орта білімді Тасбөгеттегі номері 176 орыс мектебінде алып, 1967 жылы тәмамдаған. Әкесі сол кезеңде Тасбөгеттегі Жинақ банкінің басшысы қызметін атқарған. 1965 жылы әкесінің мезгілсіз қайтыс болуы отбасы үшін ауыр соққы болды. Сол кезден бастап үлкен ағасы Бақытжан отбасына тірек болып, оқуын жалғастыра жүріп, еңбек еткен. Күлтай Қасым қызы мектептен кейін 1 жыл Гидростроитель газетінің редакциясында машинистка болып жұмыс істеді. 1968 жылы Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық училищенің мектепке дейінгі тәрбие бөлімін тәмамдады. Кейін комсомол комитетінің жолдамасымен техникалық училищеде комсомол ұйымының хатшысы қызметін атқарды. 1978 жылы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтына оқуға түсіп, 1976 жылы жоғары білім алды. Студенттік жылдары болашақ жары Тұрсынханмен танысады. Олар 1974 жылғы 31 шілдеде шаңырақ көтеріп, үлкен әулеттің келіні атанды. Жолдасы Тұрсынхан Жаңақорған ауданы Красная Звезда ауылының тумасы, ішкі істер саласының қызметкері. 1976 жылы ерлі-зайыптылар жолдамамен Түркістан қаласына барып, Күлтай Қасым қызы педагогикалық училищеде ұстаз, ал Тұрсынхан Түркістан қаласының ішкі істер бөліміне учаскелік инспектор болып еңбек жолын бастайды. Отбасында 2 бала дүниеге келді. 1981 жылы қызы Динара, 1985 жылы ұлы Сұлтан. Алайда 1987 жылы 12 сәуірде жолдасы Тұрсынхан қызметтік міндетін атқару кезінде қаза тапты. Сол жылы Күлтай Қасым қызы 2 баласымен Қызылорда қаласына қоныс аударды. 1988 жылы Қызылорда қалалық білім бөліміне қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі инспектор болып тағайындалып, көптеген отбасыларға қолдау көрсетіп, талай баланың тағдырына оң ықпал етті. 1992 жылы номері 45 көктем балабақшасының, ал 1998 жылы номері 50 жұлдыз балабақшасының меңгерушісі қызметін атқарды. Оның басшылығымен балабақша облыс көлемінде үлгілі мекемелер қатарына көтерілді. Еңбек жолында жас мамандарға тәлімгерлік жасап, саналы ұрпақ тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосты. 2006 жылы зейнеткерлікке құрметпен шығарылып, облыс және қала әкімдіктері мен білім басқармасының бірнеше мәрте марапаттары мен алғыс хаттарына ие болды. Зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық өмірден қол үзбей
ардагер, педагогтардан құралған әжелер ансамблінің құрамында мәдени іс-шараларға белсенді қатысты. Өмірінің соңына дейін Күлтай Қасымқызы әже ретінде немерелерінің тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, оларға ұлттық тәрбие мен адамгершілік құндылықтарды сіңіруге күш салды. Қызы Динарадан 3 қыз, 1 ұл, ұлы Сұлтаннан 2 қыз, 1 ұл немерелері бар. Өмір жолына бағыт-бағдар беріп, мейірім мен парасаттың үлгісі болды. Тұныққа бойлататын санамды, сағынышпен өмір берген анамды, жаңғырсам да, жыласам да амал жоқ, еске аламын қайтып келмес адамды. Өмір деген қадал неге сынадың, кім біледі, кімді сынадың, жазғырдың, мәңгіліктің кемесіне отырдың, қайда кетті ең ардақты адамым. Құшағының жылуы жүр ғой жылып, неге ғана аз болды екен ғұмыры. Менің анам әлемдегі ең ғажап сұлулардың өз ішінен сұлуы. Сағынышым симай менің кеудеме, жылап қалам, жалғыз қалсам бөлмеде. Аналарды бағаласын аналар, шығармайын жандар өле төреде. Алып толға ұстаз тұтар анадан, аман болсын ең ардақты аналар. Жұмағына жеткізуді тілеймін анашымды жаратушы Алладан.